негізгі тақырыбымыз жалпы тақырып. Бірнеше сериядан тұрады. Жалпы тақырыптың аты жетістікке жету ғылымы. Бұл жерде не жетістікке жетудің жолудың алгоритмі емес, не жетістікке жетудің қандай құпиялары бар деген сияқты емес. Ғылымы деп атағанның себебін ол кейінірек түсінеміз. Не себепті ғылымы? Ал енді бүгінгі тақырыбымыз бизнес тренинг шарлатандары немесе Стивен Кингтің құпиясы. Енді 90-шы жылдары кеңес өкіметі құлайсаған кезде жетістікке жету жайлы, қалай баю керек, қалай бизнес істеу керек жайлы біздің нарығымызды, кітап нарығын көптеген жаңағы батыстың кітаптары қаптай бастады. Атап айтатын болсақ, Наполеон Хиллдің Думай, Богатей, Зиг Зиглар, Брайан Трейси деген авторлар шыға бастады. Кейін Роберт Кийосаки, Богатый папа, бедный папа деген сияқты. Одан бертін келе 90-шы жылдардың аяғында бизнес тренингтер басталды. Өстіп қалай жетістікке жетудің құпиясын үйрететін әртүрлі бағытта. Ол бизнес тренингтермен әлі де дамып келе жатыр. Кейінгі бір алғашқыда Ресейден келіп өткізе бастады да, кейін осыдан 10 шақты жыл бұрын өзіміздің қазақстандық тренерлер шыға бастады. Қазақша өткізу басталды. Енді сол кітаптарды қалай ойлайсыңдар? Сол қаптаған кітаптарды былай қарасаң өте жақсы жазылған кітаптарды оқыған, соны іздеп жүріп оқып, содағы жазылған әдіс тәсілдерді мейлінше қолдануға тырысқан адамдар қаншалықты жетістікке жетеді? Мүлде көмектеспейді деуге болады. Бір 1000 адамның ішінде 1-2 адамға көмектесетін шығар. Бизнес тренингтегі жағдайларда солай. Бизнес тренингтерде де мүлде көмектеспейді. Енді бизнес тренингтердегі жаңа кітаптар мен бизнес тренингтерде айтылмайтын бір нәрсе бар. Енді мен білмеймін, жаңағы олар әдейі айтпай ма, жоқ, өздері білмей ма деп. Оның екеуі де болуы мүмкін. Көпшілігі білмей айтпайды, оған мән бермейді. Кейбіреулері білуі мүмкін, бірақ айтса, ол жаңа тренинг жүргізетін бизнесі жүрмей қалады. Оның бәрі неге екендігіне тоқталамыз. Енді бұл нәрсенің жаңа олардың нені айтпайтыны, қандай нәрсе екендігіне бір мысал келтірейін. Әрине бұл мысал дәлелдеп есептелінбейді. Стивен Кинг деген жазушыны білесіңдер, өте әйгілі жазушы, кітабы қазіргі таңда ең кең таралыммен сатылатын жазушылардың бірі, бүкіл романдарына Голливуд кино шығарып тастаған. Енді Стивен Кинг өзіне мынандай эксперимент жасайды. Өз кітап жазады, соңғы кітабын сөйтіп, ол өзінің жаңағы баспасына бермей, өз күшімен белгі бір данасын шығарады да, басқа бір адамның атын жазады кітапқа. Сөйтеді да, дүкендерге сөрелеріне қояды сатуға. Бір жылдай уақыт өтеді, кітап мүлде өтпейді десе де болады. Алдында оның Стивен Кингтің кітабы қалай жаңа кітабы шығады, бірнеше миллиондаған данасы сатылып кетеді. Енді басқа бір атпен жазып еді, бірнеше саусақпен санарлық қана данасы өтеді, қалғандар сатылмайды. Соң ол алады да, кітапты қайтадан жаңағы өз атымен жазып қайтадан қояды, сол кезде бүкіл кітабы деңдап өтіп кетеді. Сонда бұл нені білдіреді? Егер Стивен Кинг осынша тәжірибесімен, сонша шеберлігімен карьерасын қайтадан нөлден бастайтын болса, бұрынғы Стивен Кингті бұрынғыны ешкім білмейді деп есептеп, онда ол қайтадан Стивен Кинг бола алмауы мүмкін еді. Жазушылық шеберлігі сондай болып тұрып. Ал ол бұрын осы уақытқа дейін қалай Стивен Кинг болып кетті? Яғни оның өмірінде белгілі бір кездейсоқ оқиғалар болды. Ол біреу ғана болуы мүмкін, немесе бірнеше болуы мүмкін. Сол кездейсоқ оқиғалардың тізбегі оны белгілі бір деңгейге көтеріп тастайды. Ал егер жаңа кездейсоқ оқиғаларды оның өмірінен алып тастасаң, ол жаңа карьерасын қайтадан нөлден бастаса не болатын еді деген сияқты. Ол қазіргі деңгейге жетпей қалуы мүмкін еді. Сонда басқаша айтқан кезде жазушылық шеберлігі одан кем емес, жазушылыққа байланысты идеялардың келуі одан кем емес, таланты одан кем емес, еңбекқорлығы одан кем емес. Бірнеше жазушы міндетті түрде бар, Стивен Кингтің деңгейіне жетпеген.
оларды ешкім білмейді. Енді мысалы Билл Гейтсті айтайық. Билл Гейтс жаңағы алғаш Microsoft компаниясын құрып жүрген кезде бұның бәрі аңыз әңгіме емес. Бұл жаңағы Билл Гейтстің өзінің интервьюінен көрген, естіген. Оған 1984 жылы IBM компаниясы әр үйге арнап дербес компьютерлер шығармақ болады. Ол заманда дербес компьютерден шығады дегенге ешкім сенбейтін кезі болатын. Сөйтеді, оларға операциялық жүйе құру керек болады. Олар бірінші Билл Гейтске келеді. Билл Гейтс бас тартады. Китлар деген өзінің таныс программисі болады, бір компанияда істейтін, соған жібереді. Жаңағы IBM компаниясының екі агенті Китларға барады. Китлар өзінің оған уақыты жоқ екендігін айтады, өзінің алдында бір құрған программасы Билл Гейтсте бар, соны өзгертсе болады деп айтады. Олар қайтадан Билл Гейтске келеді. Билл Гейтс жаңағы Китлардың құрған программасын кішкене адаптация жасап IBM-ге, оған дос деген ат қояды, емес дос. Сөйтеді, жаңағы IBM компаниясына $50,000 сатпақ болады. Бірақ IBM компаниясы жаңағы программаны көреді, операциялық жүйені $50,000 бұған өте көп дейді. Біз бұндай ақша төлемейміз. Одан да әр сатылған компьютерден $1 беріп тұрайық деп сөйтіп келісім шартқа отырады. Билл Гейтс келісім шартқа отырады, емес дос программасы Билл Гейтстің меншігі болып тұрады, келісім шарт бойынша. Бірақ әр сатылған компьютерден $1 аламын деп Билл Гейтс амал жоқ келіседі. Ал 1-2 жылдан кейін IBM компаниясының бірнеше миллион наған компьютер сатылып кетеді. Сонда алдында ғана $50,000 сата алмадым деп өкінген адам 1-2 жылдың ішінде бірнеше миллион доллар алады оған. Одан кейін IBM компаниясы қаптай бастағаннан кейін басқа программистер амал жоқ, жаңағы емес дос операциялық жүйесіне лайықтап программалар құра бастайды. Басқа текст редакторлар болсын, графикалық редакторлар болсын, сол операциялық жүйеде жұмыс істейтін дейді. Оның бәрі жаңағы Microsoft компаниясының аз уақытта үлкен деңгейге жетуіне әсер етеді. Сонда бұдан шығатын қорытынды не? Егер Билл Гейтстің өмірінен тура жаңағы бір-ақ оқиғаны алып тастадық дейді. Ол қаншама талантты бола тұра, қанша іскер бола тұра, өте табанды еңбекқор бола тұра, ол қазіргі жағдайына жетпеуі мүмкін еді. Яғни жалпылама айтсақ, қандай да бір үлкен жетістікке жеткен адам болсын. Үлкен жетістікке жеткен адам. Ол саясат болуы мүмкін, ол бизнес болуы мүмкін, ол ғылым болуы мүмкін. Үлкен жетістікке жеткен адам болсын. Сол жетістікке жеткен адамнан таланты кем емес, еңбекқорлығы кем емес, іскерлігі кем емес, алғашқы жағдайларында қоршаған одан кем емес, алғашқы шарттарында кем емес, қандай да бір ең адам бар. Мына адамның жетістігіне мүлде жетпеген, жете алмаған. Яғни қандай да бір мына адам үшін қандай да бір оқиғалардың тізбегі орындалды, сол кездейсоқ оқиғалардың тізбегі. Сол кездейсоқ оқиғалар бәрі бірдей деңгейде болып тұрған кезде, мына қандай да үлкен жетістіктегі адамды алдыға жылжытып жіберді. Егер әңгіме осымен ғана бітетін болса, онда жаңағы бұл әңгіменің де мағынасы болмас еді. Енді болашақта сол кездейсоқ оқиғаның құдіреті неде, оны біздің пайдамызға қалай іске асыруға болады, сол жөнінде біртіндеп қарастырамыз. Сол себепті оны ғылым деп отырмыз. Бұларда жаңағы бизнес тренингтерде бұл нәрсе айтылмайды. Біріншіден егер кездейсоқ оқиғаға жүгінетін болса бизнес тренерлер, немесе жаңа кітаптың авторлары, онда ол қызықсыз болатын еді. Онда бизнес тренинг сатылмай қалатын еді. Өйткені олар ана жерге адамдар, жаңағы үлкен қиын жағдайда жүрген адамдар, әртүрлі бизнес бастағысы келіп жүрген адамдар үлкен үмітпен барады. Ал егер сен оған айтатын болсаң, үміттенбей ақ қой, гарантия жоқ. Сен қанша іскер болсаң да, қанша ақылды болсаң да, талантты болсаң да, жетістікке жетпей қалуы мүмкін десе. Реакция қандай болады өздері ойлаңдар. Егер жаңа кітаптың сыртына жазып қойса, бұл кітапта жазылғандардың бәрін орындаған күннің өзінде кездейсоқ оқиғалардың әсерінен 100 адамның 98-інде
бұл кітап көмектеспейді деп жазыпты. Сол кітаптың өтуіне әсер етер ме? Немесе бизнес тренингке келетін адамдардың санына әсер ететін бе? Сол себепті бизнес тренингтерде бұл тақырып жөнінде, кездейсоқтықтың әсері жөнінде мүлде айтылмайды. Жаңағыдай Наполеон Хилл, Брайан Трейси сияқты авторлардың кітаптарында бұл жазылмайды. Ал енді екіншіден, кездейсоқтық деген ол белгісіздік. Ал белгісіздіктен адам әрқашанда қорқады. Адам бәрі өзін бақылауында ұстағысы келеді. Ата-ана өзінің кішкентай баласын бақылауда ұстағысы келеді. Ол қай кезде тамақ жеу керек, қай кезде ұйықтау керек, ойнау керек, бәрі бақылауда ұстағысы келеді. Егер бақылауда ұстамаудан ол қорқады. Кез келген басшы өзінің қарамағындағыларды бақылауда ұстағысы келеді. Ал бақылауда ұстамай бәрі кездейсоқ оқиғаларға әсер етіп кететін болса, ол адамға үрей туғызады. Сол себепті көптеген адамдар кездейсоқтықты мойындамайды. Енді осындай бизнес тренерлердің ішінде, жаңағыдай авторлардың ішінде ол кездейсоқтықты мойындамауы да мүмкін. Яғни бәрі адамның 100% өзіне байланысты деп, ол деген сөз ондай кітаптарды оқуға болмайды, ол деген сөз ондай бизнес тренингтерге қатысуға болмайды дегенді білдірмейді. Өйткені бұл жерде бәрі сонда ықтималдық мен статистика ғой. Бұл жерде біздің енді біртіндеп қарастыратынымыз, бұның бәрін сырын ашу үшін біз Дарвиннің эволюциялық теориясының мағынасын ашпай, бұл кездейсоқтықтың да сыры ашылмайды. Яғни біз біріншіден Дарвиннің эволюциялық теориясының мағынасын ашуымыз керек. Біз ана биологиялық тұрғыдан емес, біз ана биологиялық зерттеу жасамаймыз, біз биологияны тереңірек түсінуге тырыспаймыз. Бізге ол құрал ретінде керек. Мысалы, физика, математика құрал ретінде керек қой. Ол математиканың өзімен айналыспайды, ол физик. Тура сол сияқты бізге жаңағы Дарвиннің теориясы құрал ретінде керек. Өйткені қазіргі заманда Дарвиннің эволюциялық теориясы өтірік деп айту, жер домалақ емес, жазық деп айтумен бірдей. Дарвин бұл теорияны 1859 жылы жарыққа шығарды, қаншама қарсыластар болды. 1953 жылы ең алғаш ДНК-ның бар екендігі дәлелденді. Сол кезде Дарвиннің теориясы толықтай дәлелденді. Біз тағы қарастыратын нәрсеміз мақсат қою. Енді бизнес тренингтердің бәрі, немесе жаңағы осы бизнес тақырыбындағы кітаптардың бәрі жалған ғылымға сүйенеді. Жалған ғылым деп, мысалы, орысша айтқанда лженаука, псевдонаука дейді. Яғни жалған ғылымға сүйенеді. Жалған ғылымның мысалдары не? Егер сен қандай да бір күйге еніп, бір болашақта алғың келетін затты көз алдыңа елестетіп, медитация жасап отырсаң, сол нәрсені бүкіл мына вселенная дейді ғой, бүкіл әлем саған сол мақсатыңа жеткізуге тырысады дейді. Мысалы, мен оны әртүрлі әдемі сөздермен келтіреді, сен мақсатыңды міндетті түрде жазуың керек дейді. Сен жаңа бір жетістікке жету үшін сен адам ретінде өзгеруің керек дейді. Бәрі қисынға келеді. Сен өзгерсең ғана жетістікке жететін сияқты болады. Болатын сияқты оған иллюзия пайда болады. Шын мәнінде өзгеру мүмкін ба, немесе өзгерістің қажеті бар ма деген сұрақты қарастырамыз. Енді кері жорып көрейік. Адам үлкен жетістікке жету үшін өзгеру керек деп есептейді. Ол деген сөз белгілі бір қасиеттер шығады. Өте жаңағы еңбекқор болу керек, немесе тағы табанды болу керек, адаммен сөйлесе білу керек деген сияқты қаптаған қасиеттер. Енді өздерін айналаңдағы көз алдарыңа білетін адамдарды елестетіңдер, үлкен жетістікте жүрген. Соның бәрінде сондай қасиеттер бар ма? Немесе салыстырыңдар, белгілі бір төменгі деңгейде қалып қалған адаммен үлкен карьерасында немесе кәсіпкерлікте жоғары деңгейге жеткен адамның арасында. Егер өзгеру керек болатын болса, жаңағы адам ешқандай сыртқы жағдай өзгермей, оны жаңағы Домбек деген ғалымның спиральный динамика деген теориясы бар, сонда анық дәлелденген. Адамда сыртқы шарт өзгермей, адамның өзгеруі мүмкін емес. Яғни сен мен ертеңнен бастап осындай болып өзгеріп кетем, сол себепті мен бизнесмен болып кетем деп есептей алмайсың. Сенде белгілі бір шарт орындалу керек, сол шартқа сәйкес өзгеріс болады, сол өзгерісіне сәйкес басқа бір нәтиже пайда болады.
Ал сен өзгеруің негізі таза парақтан өзгеруің мүмкін емес, бірақ жаңа шарттарды өзіңе пайда жасай аласың. Жаңа шарттар туғыза аласың. Амал жоқ өзгеретіндей. Еді. Бұл кездейсоқтық деген қайдан шығып отыр? Мысалы, Дарвиннің теориясы бойынша бәріміз шамамен білеміз, бір биологиялық түр біртіндеп басқа бір биологиялық түрге айналды. Мысалы, қарапайым мысалы, Ламарк деген ғалым болған Дарвиннің алдында, ол да эволюционист. Ол, мысалы, жираф, ол ағаштың басындағы жапырақтары жеу керек болды да, үнемі жоғары ұмтылып жүр. Ол қажет болды, сол ортаға сәйкес сөйтіп келесі ұрпағы біртіндеп мойны ұзарып, қазіргі деңгейге жетті дейді. Енді Дарвиннің теориясы бойынша ешқандай биологиялық түр үйтіп өзгере алмайды. Сыртқы жағдайды қанша өзгертсең де. Бір ұрпақтан екінші ұрпаққа ауысқан кезде ДНК екіге бөлінеді де, басқа өзінің копиясын алады. Сол өзінің копиясын жасар кезде байқаусызда қателік кетеді. Мысалы, сен ойлап отыр, бір кітап жазып шықсын біреу, ерте заманда. Ешқандай техника жоқ, оны басқа бір адам, өте сауатты адам көшірсін. Ол көшіргеннен басқа адам көшірсін. Арасында бір әріптің түсіп қалуы мүмкін ғой. Сол сияқты, ондайда мутация дейді биологияда. Кездейсоқ бір мутация пайда болып, жирафтың бір баласы мойны ұзын болып туылуы мүмкін. Жирафтың о баста мойны қысқа болсын. Сөйтеді да қоршаған ортаға кездейсоқ сәйкес болып қалып, кездейсоқ мойын ұзындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай туындап қалады да, мойны қысқа жирафтардың бәрі қырылып, мойын ұзындар ары қарай өзгеріссіз кете береді. Ойды түсініп отырмыз ба? Бүкіл биологиялық түр солай болған. Аяқ астынан мутациядан. Мысалы, сол тұрғыдан жаңағы бәріміз біртіндеп қазіргі дәлел бойынша бір кезде ортақ атаға жақындай береміз ғой. 3,5 миллиард жыл бұрын бір лука деп аталатын бір ғана бактерия болған. Сол бактериялар бірнеше миллиардтаған жылдың ішінде кездейсоқ мутацияға ұшырайды да, басқа бір түр пайда болады. Ол кездейсоқ мутацияға ұшырайды да, басқа бір түр пайда болады. Процесс өте баяу болғанмен, уақыт өте үлкен. Сол себепті, мысалы, тау тұр ма, ол таудың тікелей мағынасы жоқ. Ол бір кездейсоқ оқиғаларға байланысты, ол тау пайда болды. Ода ешқандай мақсат жоқ. Бәрі кездейсоқтық. Сол себепті, жалпы кездейсоқтықтың заңы тікелей бүкіл адам болсын, жануар болсын, соның өмірі сол кездейсоқтыққа негізделген ғой. Сол кездейсоқтық болмаса, онда эволюцияда бір-ақ түр болатын еді ғой. Онда орысша айтқанда биологический многообразие болмай қалатын еді ғой. Бәрі однообразие болатын еді. Енді осы кездейсоқтықты болашақта, осы кездейсоқтықты қалай өзіміздің пайдамызға пайдаланамыз. Мысалы, бизнес тренингтерде мақсат қою, Брайан Трейсидің кітабында мысалы көп ережелер бар мақсат қоюға байланысты. Олардың бәрі не жүзеге аспайды. Шын мәнінде мақсат қою дегеніміз не? Соны қарастырамыз. Сонда ең алғашқы көп ісіміз мақсатты дұрыс қоюдан басталады. Сонда кездейсоқты өмірімізге кіргізуден басталады ғой, кездейсоқтыққа жол беруден басталады. Бұдан шығатын қорытынды жалған ғылым тұрғысынан түсіндірген кезде, сен белгілі бір түйге енген кезде ғана сенің өміріңде соған сәйкес оқиғалар болады дейді. Оның бәрі жалған ғылым. Жалған ғылым дегеніміз не? Мысалы, астрономия бар, ол ғылым кәдімгі. Астрология бар, ол жалған ғылым. Жұлдызға қарап сенің қай айда тудың, соған байланысты не істеуің керектігін айтып беретін. Мысалы, хиромантия бар, алақаныңа қарап, ол жалған ғылым. Медицина бар, ол ғылым. Сен жалған медициналар бар. Әртүрлі жолдармен емдейтін, аюрведа дейді, акупунктура дейді, әртүрлі. Ешқандай ғылыми дәлелденбеген негізі жоқ. Ешқандай фактілерге сүйенбеген, белгілі заңдылықтарға сүйенбеген. Яғни біз енді жетістікке жетуді жалған ғылым тұрғысынан емес, белгілі бір заңдылықтарға сүйене отырып, енді бұлжытпайсыз дәлел, мынау іске асады деп, ол тек математикада ғана бар, жалғыз. Математикадан басқасының бәрінде дәлелдеулердің бәрі статистикалық тұрғыдан болады. Яғни жетістікке жетудің
ғылымын статистикалық тұрғыда баяндауға тырысамыз. Сонда бұдан шығатын қорытынды өздерің қалай білесіздер? Ана бүкіл кітаптарда жетістікке жетудің формуласын береді. Бизнес тренингтерде әркім әрқалай жетістікке жетудің формуласын береді. Жетістік ол тең мынау қосылған мынау, қосылған мынау. Қарайсыздар, жетістікке жетудің 100% кепілдік беретін формула бар ма? Яғни ондай формула жоқ. Жетістікке жетудің формуласы жоқ. Ол мүмкін емес жетістікке жетудің формуласы бар. Бірақ біз жетістікке жетудің ықтималдығын көбейте аламыз. Енді жалпы ықтималдық негізі пайызбен есептемейді, бірақ көпшілікке түсінікті болу үшін мен пайыз ретінде айта берейін. Жетістікке жетудің ықтималдығын еш уақытта 100%-ға жеткізе алмаймыз, бірақ көтере аламыз. Енді ол үшін кездейсоқтықтың құдіретін, кездейсоқтықтың заңдылығын пайдаланамыз. Енді болашақта өтетін дәрістерде осы кездейсоқтық жетістікке жетудің кепілдігін 100%-ға қарай жақындату үшін қандай заңдылықтарға сүйенеміз, кездейсоқтықты қалай пайдаланамыз, соны қарастыратын боламыз. Әзірше бірінші дәріс осымен бітті. Сұрақтарыңыз бар ма? Бір нәрсе түсінікті болды ма? Жайттыңыз жоқ, жинауды жаңағы, мысалы, секретен фильм бар ғой, мысалы, сен бір затты ойласаң, әлем саған қарай затта саяқтан ұстап материализация етеді. Өтірік болар ма? Оның бәрі шын десең, онда эволюцияның заңы өтірік болып шығады. Керісінше эволюцияның заңы бәрін жақсы түсіндіреді да, бәрі сұрақтың беті ашылады. Ал ана жерде басқа сұрақ туындай береді. Мысалы, сен мақсат қойдың, сен бір нәрсеге шынымен сонда күйге енді, бүкіл әлем сен үшін қозғалып жатыр. Сен қасыңда әділет, саған қарама-қарсы күйге ендісің. Саған қарама-қарсы. Сонда әлем қайсыңа көмесіп десе, әділетке ма, жоқ саған ба? Қайшы жақсы ойлайсың. Сол сияқты қайшылық пайда болады. Табиғатты сен қандай күйге ендің, сондықтан бұл жерден мақсат қою шығады да, мақсат қою сонда салыстырмалы түрде еш уақытта болмау керек. Мақсат қою сенің өзіңнің бақылауындағы нәрседе ғана болу керек. Мысалы, сен көп бір белгілі мақсат қойсаң, ол басқа адамдарға байланысты болып кетуі мүмкін. Ол сенің бақылауында емес. Мысалы, сен месікті емтиханды 5-ке тапсыруың, ол сенің бақылауында емес. Сен бірақ оған қолынан келгенше өзіңнің бақылауындағы нәрсені істей аласың, бірақ аяқ астынан сен шығармай қалатын есеп алдынан шыға салуы мүмкін. Оған ешқандай гарантия жоқ. Сен сол күні көңіл күйің, сенің сол күні ойлауың кездейсоқ оқиғаларға байланысты өте төмен болып қалуы мүмкін. Сөйтіп мен еш уақытта жаңағы шын тексерген жағдайда, әдетте мынау жақсы оқиды ғой деп 5 қоя салу емес, шын тексерген жағдайда 5-ке жазуыңа ешқандай ол толық сенің бақылауыңда нәрсе емес. Мысалы, қарапайым нәрсе. Сен мысалы мынандай спортпен айналысып жүрсең, мен осыдан чемпион боламын деген, ол сенің бақылауыңдағы нәрсе емес. Мен бірақ жақсы шеберлікке жетемін деген, ол сенің бақылауыңдағы нәрсе. Сен математикадан олимпиадаға дайындалып жатсың, мен олимпиададан аудандықтан немесе республикалықта бірінші орын аламын деген, ол сенің бақылауыңда емес. Бірақ мен математикадан олимпиадалық есептерді шығара алып үйренем дегені, ол сенің бақылауыңда. Сонда кейін сабақта тереңірек қарастырамыз, сонда мақсат қоюды ажырата білу керек. Не менің бақылауымда, не менің бақылауымда емес. Бақылауында еместі. Ал адамдар керісінше өзінің бақылауында емес нәрселерге қарай ұмтылады. Өзінің бақылауындағылар істемейді. Біз керісінше істесек қалай болады? Тек қана өзіміздің бақылауындағы нәрсеге байланысты мақсат қоямыз, өзіміздің бақылауымызда емес нәрсені алып тастаймыз. Ол кездейсоқ орындалып кетуі мүмкін, кездейсоқ орындалмай қалуы мүмкін. Оны алдын ала еш уақытта біле алмаймыз. Келесі жолы эволюцияны толық ашамыз, одан кеп мақсат қою, соның салдары болып шығады ғой, эволюциялық теориясының салдары. Тыңдағандарыңызға рахмет.